Сүйікбайға сенім артып, сандарды сөйлету арқылы өзімді таныдым, өмірім жақсы жаққа өзгертетін жандар туралы жиі еститін болдық. Әшейін ғана секта емес, бұл қазаққа қарсы жасалған үлкен жоба. Бұның артында ФСБ тұр. Бұл жерде адам білімді қабылдамайды, просто қабылдамайды. Елдер әйелдерін жіберіп отыр да. Ана әйелдер үстіне мінгізіп, ана там оргия. 30 секунда алған кезде толық шешіміңіз осында. Сіз 40-қа келіп шешініп, жанаттың алдына отқа келгеннен ғана оны білуіңіз керек. Жаға ұстатар, мен бұған сөзім жоқ. Мысалы, неге сіз Жанат ағаның алдына барып, өзіңіз соны көріп айтпайсыз? Мына қолымды балтамен шауып беруге дайынмын, еркек ретінде айтамын. Сәкен Майғазиев қазаққа зиян тигізетін жігіт деп айтады. Зиян тигізеді деп айта алмаймын. Депрессия ол еріккен қатын ермегі, былайша айтқанда да. Жанатқа сенбейсіз, бірақ Сүйікбайға сенесіз да. Біз бір-бірімізді қолдай алмаймыз. Егер әке алмасаң, сен қатынсың, жауап бере алмасаң, мен қатынмын.